Ассалаумағалейкум қазақтарым. Мен мына арттарын салфетка мен қағазбен сүртетіндерге арнап айтайын деп отырмын. Егер де кімде-кім артын жумай сүртетін болса, аттарыңызға қағазды салфетканы жасаған кезде ешқандай салфетка обработкадан өтпейді, стерилизация жасалмайды. Оның ішінде микробтар, паразиттердің личинкалары болар, сіздің артыңызға кіріп қанға түсіп кетуі мүмкін. Сондай-ақ геморройда болып ауруларыңыз мүмкін. Сондықтан да арттарыңызды сүртіп, қаншама қағазға ақшаны ысырап қылып шашқанша, одан да таза суменен жуып, сосын қолдарыңызды сабындап жуғанға не жетсін. Сіздер аттарыңыз сүрткен кезде ешқандай аттарыңыз тазармайды. Сіздер боқталасыздар да аттарыңызға теріге үйкеп жағасыздар. Сосын мына күн ыстықта, күн жылыда испарение болып боқтасып жүресіздер.